Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге дымляма тамағын жасаудағы өз нұсқаммен бөлісетін боламын. Міндетті түрде сіздерге осы тағамды жасауға кеңес беремін. Себебі өте дәмді, ерекше витаминге бай әрі оңай жасалынатын тағамдардың бірі болып табылады. Осындай оңай рецепттер қажет болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттарды мен видеоның астындағы описание бөліміне толықтай қалдыратын боламын. Мен жылқының етін пайдаландым, сіздер сиыр етін пайдалансаңыздар тіптен жақсы болады. Үйіңізде қандай витаминге бай көкөністер бар, соның барлығын қолдана берсеңіздер болады. Ең алдымен осылайынан өзімізге қажетті заттардың барлығын ұсақтап турап аламыз. Мен құйрық майды турадым алдымен. Менде жылқының еті болғандықтан тез пісу мақсатында осылайынан ұсақтап турадым. Сіздерде сиыр еті болса, оны үлкен етіп тура берсеңіздер болады. Келесі этапта жуамызды осылайынан жіңішке етіп турап аламыз. Жуамыз пен чесногымызды бірге қосатын болғандықтан, чесногымызды артынша тураймыз. Келесі көкөністерімізді ірі етіп турай береміз, дәл видеодағыдай. Біз асқабақты қатты жақсы көретін болғандықтан, мен асқабақты да қолдандым. Асқабағымызды да дәл видеодағыдай етіп тураймыз. Келесі картопымызды турап аламыз. Барлық көкөністерімізді дәл видеодағыдай кесіп шығамыз. Ендігі кезде қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды көптеу етіп құйып, үстінен турап алған етімізді, құйрық майымызды салып жақсылап қуырамыз. Менде жылқының еті болғандықтан қуырдым, ал сіздерде сиырдың еті болса, қуырудың қажеті жоқ. Дәл видеодағыдай турап алған барлық көкөністерімізді салып, үстінен тұзымыз бен бұрышымызды салып отыруды ұмытпаймыз. Ең бірінші сәбізімізді салдым, сәбізіміздің үстінен жуамызды салып, тұз бен бұрышымызды сеуіп, қызанақтың үстінен редканы, оның үстінен тағы да тұз бен бұрышымызды сеуіп, жуамыз бен чесногымызды салып, үстінен ірілеп туралған картоптарымызды салып шығамыз. Тағы да тұз бен бұрыш. Сіздер өздеріңізге ұнайтын спец түрін қолдансаңыздар болады. Мен видеода тек қара бұрышты ғана қолдандым. Ең үстіңгі жағына асқабағымыз бен лавр жапырағын және де қысқа деп сақталған болгарский перцімізді салып, капустамыздың сыртқы бөлігін тазалап алып, осылайынан өзімізге қажетті бөлігін турап аламыз. Көкөністердің барлығын салып жатырған кезде біздің отымыз баяу болу қажет. Мінекей біз дайындап қойған капустамызды осылайынан бетіне жауып шығамыз. Мен соңғы жағында осылайынан ірі қара бұрышты қостым, ол ерекше дәм береді тамаққа. Ендігі етап бір кесе салқын суымызға жарты ас қасық тұзымызды, бір ас қасық томатымызды салып, осылайынан жақсылап араластырып, дайындап қойған тамағымыздың үстіне құямыз. Бетін жауып, баяу отта 1,5 сағат пісіріп аламыз. Мінекей біздің өте дәмді әрі көкөніске бай дымляма тамағымыз дайын болды. Достар, сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса маған міндетті түрде тіркеліп, видеоға лүпіл басып, пікір қалдыра кетіңіз. Менімен бірге соңына дейін болғаныңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш. Қош сау болыңыздар.